Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фетучини тағамын әзірлейміз. Ең алдымен сары май немесе осындай өсімдік майын табамызға құямыз. Қызғаннан соң туралған тауықтың етін салып, қызарғанша қуырып аламыз. Үстіне туралған пиязымызды саламыз, аз ғана уақыт қуыратын боламыз. Саңырауқұлақ қосамыз. Менде консервідегі саңырауқұлақ, кез келген түрін қолдана берсеңіз болады. Татымына қарай тұз, бұрыш, паприка, қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Аз ғана уақыт қуырып болғаннан соң үстіне сливкемізді құямыз. Менде 34%-тік сливки, 33 немесе 35%-тікті қолдансаңыздар өте керемет болып шығады. Баяу отта 15 минуттай пісіріп аламыз. Енді кастрюлемізге су құйып, қайнатып, тұз салып, спагеттиімізді пісіріп аламыз. Піскен спагеттиімізді сливкемізбен араластырамыз. Осымен біздің тамағымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан, Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан басқа да видеоларды көру үшін колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар.